Енді мына наурыздың 16-сына да келіп қалдық. 3 күніміз қалды оразаға да. Енді ойлап қарасаңыздар, мына көне сөздеріміз бар ғой біздің қазақтың. Былай етпе, былай ер адамның алдын кеспе дейді. Мына кешегі дауыс бермеген азаматтар бар ғой, кәдімгі қарама қайшы шығып отырған, сол адамдарды айтамын да. Қазақтың анағыдай қазақ мемлекеті ел болмайды деген адамдар, соларға таң қаламын да. Бірақ таң қалып та керек емес. Ескі сөздер бар ғой біздің. Жаңа есіме түсіп тұрған, осы телефон қоспай айтайын дегенім, енді біздің анамыз 80 келді ғой. Су алып қойғам, мама су алып кетті. Кеше әкеліп қойдың ғой, ана екі бакаш су алып келіп қойды. Мен естімеген болып тұр, көрдің ба сөйлегенімді. Қартайып жатыр дейтін болатын болсам, сіздің мама басын салып қойсайшы. Ау, қайда шеке? Қайда шеке дейсің? Мынау салып қоймайсың, ішетін деймін. Бана бір жүктің деймін. Сол енді айтайын десем, біздің кеше мен көрісу айтында, әлі курс айы жалғасып жатыр ғой. Әжелермен көрісіп келдім. Сол әжелерді ойлап қараңыздар ағайындар. 95 жаста Мырзан апа, Амина апа 95 жаста, аталарымыз 90 жаста. Көп аталарға бәріне көрісіп келдім. Осы біздің ауылда Титтоп, Амангелді деген көше бар. Бәріне көрісіп келдім. Мамамды айтайын дегенім, мамам дұрыс тигізе алмай қалыпты. Мен енді шамалы бір 2 сағат демалып аламын дегем. Осыған сыйды көріппіз ғой негізі. Сыймай қалыпты да, көрдіңіз ба? Кешке ауыз ашар. Болды, айтайын дегенім, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біздің мемлекет әлі күшті болады деген ойда, жақсы болады деген ойда хабарласып жатырмын. Кешке ауыз ашамыз. Және айтайын дегенім, біздің мына Рамазан айында шайтандар бұғатталады. Андай қиқу, сиқу бір сөздер естіліп жатыр, жыңғыртты деп. Бұл айда тәуір, дұрыс әңгіме айту керек та Рамазан айында. Сосын кешірімді ай ғой Рамазан айы. Амандықта болайық. Мына екінші үйім ғой. Осы үйде туып тәрбиелендік қой, былай қарағанда. Қараңыздаршы. Мысалы, осы жерде 6 бала, 3 бала, әжем, папа, мама бәріміз өмір сүрді. Осындай нетіп жатыр. Анамның арқасына қараңызшы. Бірақ баяғыдағыдай емес, қиналады анам. Сол үшін әке-шешеге көп салмақ түсірмеу керек. Бірақ енді мен шақырмасам тағы болмайды да. Бір адам анада басында айтып едім ғой, ешкім шақырмаймын ауыз ашарға деп. Мені бір адам шақырды, 2 адам шақырды, мен 2 адам шақыру керекпін. Кеше бір апаны шақырған, бүгін тағы бір туысқандарымды шақырып жатырмын. Амандықта болайық. Тағы бір күшті сөз айтайын деп едім. Біздің ет асамыз, бас саламыз. Бас салған жөн деп ойлаймын. Мына қаделерде, садақаларда, садақа дегеніміз пітір садақа береді. Мысалы, садақа деп айтамыз. Қаде деген бағанағыдай 3 күндік қаде, 7 күндік қаде, 100 күндік қаде, 40 күндік қаде деген бар бізде де. Сонда бас тойларда бас беретін болса, бірақ мына молдаларға, мысалы, мен бағанағыдай үкімет қойған молда емеспін ғой, сол молдаларға әкімшілік молдалар дейді ғой, кәдімгі тіркелген сертификаттар бар, соларға құрмет, сол баспен құрмет көрсету керек деп ойлаймын да. Бір жағынан соны қосайын деген, бір жағынан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мына референдум кеше жақсы өтіпті, бәрін салып қойдым. Бағанағыдай осы аналар жайлы айтуым үшін
95-тегі 90-дағы ата әжелеріміз үшін мен жаңа телефон қосып жатырмын. Тек қана бір жарты сағатқа. Аманда еліміз аман жұртымыз тыныш болсын. Рахмет, айтуға оңай.